Тауларды бомба төңкеріп, өмірге өшпес дақ салған, 20-да өрен өртеніп, 20-да шашын ақ шалған. Досым, шыдаш, досым. Біз қазақ солдатымыз, елге аман есен оралуымыз керек, досым. Елде анамыз күтіп отыр. Жоқ, досым. Біз жеңіспен ораламыз, досым. Шыдаш, досым, шыдауым керек. Но, анама жазған хатым. Елге аман жетіп жатсаң, хабарымды айтарсың. Мен ел үшін, Сталин үшін жанымды бердім. Қош. Ана, сен мені жарық дүниеге әкелдің. 9 ай көтердің, ез болмай ер бол дедің. Сенің бейнең менің жүрегімде. Хат жазамын майданнан, мейірімшіл ғазиз анама. Жақыным жарым дегенмен анадан жақын болама. Жан ана, аман ба ауыл аймағым. Түспеді қолдан байрағым. Атаңа нәлет дұшпанға көрсеттік өлім ойранын. Қасымда досым, біргеміз, ажырамай діргеміз. Сіздерді ана еске алып оқимыз өлең күнде біз. Жылама, апа қамықпа, ажалсыз тірі тамұқта. Жеңіспен ертең қайтармыз, жеңістің жырын айтармыз. Күт апатай, күн ертең келіп қалармын. Жасын сүртермін шәутен көз шарықтық жанардың. Өзіңді қатты сағындым. Бейбіт өмір есігін ана қағармын. Ашарсың, алдан шығарсың. Тілегімді Алла құбалсын. Досым Ертай екеуміз қайындыққа бекембіз. Фашистерді өз жерінде талқандап, таптап, тайпап өтерміз. Қош бол енді анашым. Бұйырса дедім. Бұйырса жеңіспен елге жетерміз. Великая Отечественная война завершилась нашей победой. Германия полностью разгромлена. Соғыс бітті. Қайда қарғам, жалғызым. Көрмеймін бе? О, Құдай ақ жүзім. Жеңем дебең, келем дебең келмедің. Көңілдемдеп, хабарыңды бермедің. Жалғызым ау, иісіңе, жұпарыңа шөлдедім. Жазған хатым, іздеп сені таппады. Жердіне өлілерді жоқтады. Астапыралла, астапыралла. Не деп кеттім, не дедім? Жарқынымның жарқын жүзін көремін. Жалғызымның құшағына еніп тұрып өлемін. Астапыралла, астапыралла. Не деп кеттім, не дедім? Ақ параққа тағы қолды созайын. Құлыныма тағы бір хат жазайын. Жетіп қалар ана даусы аһ ұрған. О, Құдай ау, өз көрімді өзім қалай қазайын? Құлыным, батырым, байрағым, айбарым, қасиет қайнарым. Хабарың қайда, хабарың? Іздесем қайдан табамын? Жау жеңілді келмедің, үміт құштым, бөлмедім,
Құдайдан сұрап көргенім, хабарыңды бермедің. Кел, құлыным, кел балам, хат жазылмас енді анам. Кел балам, кел балам. Апа, апатай, мен келдім. Мен келдім, апа. Апа. Қызым, ұлымыздың бекен болмаса. Болмасын соғыс қандап ат, түспесін басқа ауыр күй, қалмасын жесір махаббат, қалмасын жетім жас сәби. Мамыр 1945 жыл. Ұлы жеңістің 75-ші көктемі. Қайырлы күн, құрметті қызылордалықтар. Бұл ұлы күн, бұл ұлы жеңіс күні. Бұл жеңіс бүкіл жігермен жеңіске деген миллиондаған жандардың арман тілегі. Бұл жеңіс ержүректе қаһарман жауынгерлердің қанымен мына жарық өмір үшін аянбай ұмтылған үлесі. Жауға қарсы жан аямай күрескен әрбір жауынгердің мәңгі өлмес өр рухы. Ұлы жеңіс мерекесін алып келген ардақты ардагерлеріміз әр кезде де батылдық пен ерліктің, қаһармандық пен елдіктің нышаны. Жеңіс күнін алып келген ардақты ақтаңгер ардагерлер, құрметті жерлестер, мерекелеріңіз құтты болсын. Ерлік көрсеткен батыр бабаларды ұлы жеңістің 75 жылдығымен Қызылорда қаласының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев арнайы құттықтады. Қадірлі соғыс және тыл ардагерлері, сіздерді 9 мамыр ұлы жеңістің 75 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл жанқиярлық ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, жеңіс жалауы желбіреген күн. Тәуелсіздік тұғырының берік, еңсеміздің биік болуы, еліміздің өркендеуі де осы мерекенің жемісі. Құрметті ағайын, біз көз алдымызда қатары сиреп бара жатқан ағаларымызды қандай құрметке де лайықты деп білеміз. Сіздердің ерліктеріңіз бен тылдағы еңбектеріңіз тарихымыздың мәңгілік ұмытылмас парағы болып қала бермек. Осы ұлы күні баршаңызға зор денсаулық, ұзақ өмір, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Кестелі ақ жібек орамал, алыстан жолдаған сүйген жар. Жауынгер, жарым сен есің ал, деп жазған ойылап хаты бар. Қазақ қызы майданға аттанған ғашығына көлденең көзден жасырып, кестелі орамал сыйлап, қимастықпен қоштасқан. Жауынгердің бойтұмарындай туған ауылы мен ғашығын еске салатын, сағыныш пен махаббаттың символындай сол орамал талай ақын мен сазгердің жүрегінде ән боп өрілген болатын.
ал деп жазған ойылау аты бар. Жауынгер жарым сен есің ал деп жазған ойылай аты бар. Есің ал еркетай жазғытан, қол қысып құшақтап аттанған, аз дұшпан мейірімсіз жауыздан, аяма деп едің асыққан. Аз дұшпан мейірімсіз жауыздан, аямау деп едің асыққан. Аяма деп едің асыққан. Біз ардагерлерімізді ардақтайтын, қарттарымызды қадірлейтін халықпыз. Қызылорда қаласындағы ардагерлер әлі күнге дейін өздерінің тәжірибесін жастарға айтып, бізді патриоттық рухта тәрбиелеп келеді. Ерлік пен бірлікті біріктіре білген батыр бабалардың құттықтауына кезек берелік. Қадірлі қызылордалықтар, сіздерді мына келе жатқан жеңіс күнінің 75 жылдық мерейтойыменен шын жүректен құттықтаймын. Менің енді сіздерге тілейтін өсуіне беріңіздер. Құрметті қалайық, мынау бұлай ешқандай соғыс болмасын, ешқандай халық қиыншылық көрмесін, бәрі жақсы болсын. Хочу вам пожелать молодому поколению, чтобы у вас все было благополучно, чтобы не болели, чтобы ваши семьи не болели, чтобы у нас мирное небо было. Жастарға да үлкендерге де беретін бақыттың биік шығына шығып, бақыт суына шомылып, қуаныш суына шомылып, тараппай тасып көрмей өмірдің соңына дейін жеңіс күнін тойлап, есте сақтап, берекелі өмір сүретін болайық. Жеңістің 75 жылға жеткенде жетіп отырмын. Алтын ағам бар, соғыс болмай, бейбітшілік болсын, әр уақытта денсаулық болсын. Халқының бейбіт ғұмыры үшін соғыс майданында от кешкендердің ерлігі жадымыздан мәңгі өшпейді. Ұлы Отан соғысындағы әр жауынгердің есімі Қазақстан тарихында, адамзат тарихында мәңгі қалады. Шекшек алма ағаштар, бозғыл тартып тұрды өзендер. Келді өзенге, келді Катюшағыз, келіп тұрды жан өзеннің. Келді өзенге, келді Катюшағыз, келіп тұрды жан өзенің. Келді дағы
басты, шырғап әнге басты, әнге қосты дала құстарын, әнге қосты сүйген жолдастарын, әнге қосты бала достарын, әнге қосты сүйген жолдастарын, әнге қосты бала достарын. Арманы көп сұлу қыздың әлі алыстарға барады самға, қан майданда оның сүйген жары туған жерін жүреді қорғап. Катюшаны есіне алып жүріп, халықтаған әнін тыңдасын, қайсарлықпен жауға қарсы тұрып, махаббатты мәңгі жырласын. Қайсарлықпен жауға қарсы тұрып, махаббатты мәңгі жырласын. Жарықта қыздың салған әні, кеш жарықта аспан әлемі, шекарада жатқан жауынгерге Катюшаның айтқан сәлемі. Шекарада жатқан жауынгерге Катюшаның айтқан сәлемі. Өтті уақыт, ана үміт, ана арман, қолындарын тосумен жараланған. Соғыс бүгін кешірім сұрай қалса, сұрау керек алдыменен аналардан.
Біз бүгінгі қол жеткізген бейбіт күніміз, бағындырған әрбір белестеріміз үшін ұлы отан соғысы ардагерлеріне қарыздармыз. Ешкімде, ешқашанда ұмытылмайды. Мың тағзым сіздерге.